Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Шаттық шеңбері арқылы көңіл күйімізді көтеріп алайық. Қане бәріміз бірге. Қайырлы таң досым, қайырлы күн болсын. 7 күннің әр күні сәттілікке толсын. Біздің алар бағамыз кілең бестік болсын. Ендеше осы ұранмен сабағымызды көңілді бастайық. Балалар, мені тап айдарына назар аударамыз. Жұмбақтар берілген. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай шу. Бұл жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыңдар? Әрине балалар, дұрыс айтасыңдар. Түлкі екен. Енді келесі жұмбақ. Үсті ала, айбаты дара. Бұл қандай аң деп ойлайсыңдар балалар? Иә, үсті ала, ол жолбарыс екен. Келесі аңдар әлеміне назар аударайық. Жолбарыс пен түлкі аңға жатады. Аңдардың түрлері өте көп. Қасқыр, аю, жолбарыс, түлкі, қабылан, шибөрі, арыстан, одан да басқа неше түрлі аңдарға орман тоғайымыз бай екен. Аңдар дегеніміз жабайы. Олар өз беттерімен қорегін тауып, өз беттерімен өмір сүреді. Ешкім оларға қамқорлық жасамайды екен. Сол үшін де оларды жабайы аңдар деп атаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз балалар, дені саудың жаны сау бөлімінің жолбарыс пен түлкі ертегісі. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз ертегідегі негізгі ойды түсіне білу, ертегіні мазмұндау және оны өмірмен байланыстыра білу. Адам бойындағы жақсы қасиеттерді ажырата білуді үйренеді екенбіз. Бүгінгі сабағымыздың нақыл сөзі ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Енді осы нақыл сөздің мағынасына мән берейік. Балалар, жолбарыс пен түлкі ертегісін тыңдайық. Жолбарыс пен түлкі ертегі. Бір күні жолбарыс сырқаттанып қалады. Әміршінің көңілін сұрау үшін оның үйіне барлық аңдар жиналады. Тек түлкі ғана келмейді. Мұны байқап қалған қасқыр жолбарысқа жүгіріп келіп, түлкінің сыртынан өсек айтады. Ашуланған жолбарыс күжілдеп, дереу түлкіні алып келуді бұйырады. Бұл хабарды естіген түлкі жолбарысқа өзі жүгіріп келеді. О, құдіретті күштім, сіздің мені көргіңіз келген екен, міне алдыңызға келіп тұрмын, дейді. Әй, деп күжілдейді жолбарыс, барлық аң келіп менің көңілімді сұрады. Ал сен? Құдіреттім, сіздің науқас екеніңізді мен барлығынан бұрын білдім. Содан сізге дәрі іздеп кеттім, дейді түлкі. Солай ма? Деп жолбарыс сабасына түседі. Балалар, енді ертегі мазмұны бойынша сұрақ-жауап айдары. Жолбарыстың халін сұрауға қандай аң келмей қалды? Оны жолбарыс бірден байқады ма? Қасқырдың іс-әрекеті дұрыс па? Жолбарыстың ашуын түлкі қалай қайтарды? Жарайсыңдар балалар, барлық сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. Енді дәптермен жұмыс жасайық. 7-ші тапсырма. Ауырып жатқан досыңа не апаруға болады? Досыңның көңіл күйін көтеру үшін қандай жылы сөздер айтасың? Осы сұрақтарға жауап жазамыз. Балалар, бүгінгі ертегіден түсінгеніміз, ауырып қалған досымызға, немесе жақындарымызға жылы сөздер айтсақ, тезірек сауығып кетуіне ықпал етеді екенбіз. Ендеше біздің бүгінгі сабағымызды жылы сөз жанға дауа деп қорытындылаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымызға смайликтер әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз.
Сабақ түсінікті болған жағдайда керемет деген смайликті қолданамыз. Сұрақтарың болса жақсы, ал мүлдем түсінбеген болсаңдар орташа деген смайликпен бағалаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыз сендерге қызықты әрі түсінікті болды деген ойдамын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.